Қыздар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Гүлімәшім. Бүгінгі кезекті шеберлік сабағымыз дастархан жайылғанда ыдыстардың астына әдемілік үшін қойылатын майлықтың бір оңай қарапайым түрін бірге тоқитын боламыз. Және де бұл жерде сызбаға қарап тоқитын боламыз. Бір келкі әдемі. Егер тоқыманы енді үйренгіңіз келіп жүрген болса, міндетті түрде қажетті жібіңізді, ілмек бізіңізді дайындап алып, менімен бірге қайталап тоқып шықсаңыз болады. Біз осы сызба бойынша әдемі майлықты сіздермен бірге тоқып шығатын боламыз. Бұл сызбаны мен экранның бетіне сіздерге ыңғайлап қоятын боламын. Осыған қарап отырып, әрбір қатарды түсіндіріп отырып тоқитын боламыз, қыздар. Енді бізге қажетті заттар: менде 4-ші нөмірлі ілмек біз, мінекей қыздар. Одан кейін мақта құрамдас кез келген қолыңызда бар жіпті алсаңыз болады, қыздар. Мендегі жіп, мінекей түрлерін өздеріңіз анықтап қарасаңыздар болады. Әркім өзінде бар жіпті алып қолдансаңыздар, тоқсаңыздар болады. Бұл өте қарапайым түрі, айтып өткенімдей. Енді қыздар, тоқып бастаймыз. Осы жерден түйіншектеп аламыз. Одан кейін 6 ілмек көтереміз. Бір, екі, үш, төрт, бес, 6. Енді ең алғашқы бірінші ілмекке бекітеміз біріктіріп. Өткіземіз, екеуінен де біріктірдік. Тоқып бастауымыз үшін 1, 2, 3. Бұл 3 көтерген ілмек бір баған болып саналады, қыздар. Бір орамды бағанның біреуі есебінде кетеді. Одан кейін арасында біз бір ілмектен тоқып отырамыз. Сол бір ілмекті сызбада көріп тұрғандай 4-ші ілмек. Енді ары қарай бір орамды бағандармен толықтырып шығамыз. Арасында бір ілмек тоқып отырамыз, қосымша ұмытпаймыз. Орам мен ілмек бірге, қалған 2 ілмек бірге тоқылды. Арасынан бір ілмек тоқимыз. Қайтадан орам, бір орамды бағандар тоқимыз. 12. Арасында бір ілмек тоқылады, сызбада көріп тұрғандарыңыздай. Келесі, тағы да бір орам мен ілмек бір тоқылады, 2 ілмек. Мына алғашқы көтерген 3 ілмегіміз осы бір баған ретінде саналады. Біреу арасында бір ілмек, екінші баған арасында бір ілмек, үшінші баған арасында бір ілмек. Осылай жалғастырып соңына дейін бір орамды бағаннан 12 тоқимыз, қыздар. Түсінікті ғой, иә? Арасындағы бір ілмекті көтеріп алып отыруды ұмытпаймыз. Сызбада да анықтап көрсетілген. Жалғастырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ші болды. 8-ші бір орамды баған. Арасында бір ілмек. 9-ші арасында бір ілмек. 10-ші арасында бір ілмек. 11-ші бір орамды баған. Арасында бір ілмек. Соңғы бір орамды бағанымыз мінекей тоқылды. Соңынан да бір ілмек тоқимыз. Мына жердегі артық жібімізді осы жерден қиып тастасақ болады. Біріктіреміз, қыздар. Мына жерде 1, 2, 3, үшінші ілмекке ең алғашқы көтеріп алған. Осы жерде біз осы қатарымызды біріктіреміз, мінекей. Біріктірдік. Келесі сызбаға қарасаңыздар, мына жердегі әрбір қалдырып отырған бір ілмекке 2 бір орамды бағаннан тоқып отырады екенбіз. Және ол әрбір 2 бағанның арасында да тағы да
бір ілмек көтеріп отырамыз. Ол сызба бойынша былай болады. Мына жерде біріктіргеннен кейін келесі біз тоқып бастаймыз. Осы мінекей мына жерде көрініп тұрған осы аралықтан бастаймыз. Осы жерден тағы да біз көтереміз. Қазір 3 1 2 3 ілмек мінекей көтердік. Бұл бізде бір баған болып саналады, қыздар. Енді осы жерден екінші бір орамды бағанды мінекей көтеріп тоқимыз. Ораммен ілмек тоқылды, келесі 2 ілмек мінекей. Енді осыдан кейін сызбада көрсетілгендей бір ілмек көтереміз. Қайтадан орам, келесі орыннан бір орамды баған тоқимыз. Осы бір орыннан екеу тоқимыз. Көріп отырсыздар ғой, түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Тағы да сызба бойынша бір ілмек көтереміз. Қайталаймыз. Бір орам, келесі орыннан екі баған тоқимыз. Бір орамды. Осылай соңына дейін қатарды айландырып аяқтап шығамыз. Орам, арасындағы әрбір екі баған тоққаннан кейін бір ілмекті қосып іліп алып отыруды ұмытпаймыз. Мінекей осы жерде бір ілмек. Осылай айналдырып жалғастырамыз, қыздар. Түсінікті ғой, иә? Бір орам, екінші бір орамды баған, ілмек, тағы келесі орыннан бірінші баған, бір орамды, екінші баған, ілмек, бір орам, екінші бір орамды бағанымыз тоқылды, бір ілмек. Мінекей өте әдемі біркелкі осылай қалпын сақтап отырып сызбадағыдай тоқып шығамыз. Мінекей соңына жеттік, қыздар. Бір орамды екі баған тоқылды. Бұл жерде де ең соңынан бір ілмек көтереміз. Енді бұл жерде біріктіреміз тағы да. Бірінші, екінші, үшінші ілмегімізге осылай өткізіп қатарды біріктіреміз. Келесі сызба бойынша келесі қатар қалай тоқылады екен? Назар аударайық. Келесі қатарда енді 3-3-тен. Мына жерде бір орамды бағаннан екеу тоқылса, енді керісінше әрбір бір ілмек қалдырған жерден 3 бағаннан тоқылады бір орамды, қыздар. Әрбір 3 бағанның тоқығаннан кейін тағы да осылай бір ілмектерді көтеріп қалдырып отырамыз. Сызбадан да көрініп сіздерге түсінікті болып отыр деп ойлаймын, қыздар. Мінекей мына жерде біріктірдік қой. Осы біріктіргеннен кейін, қыздар, мына жерден бастау керекпіз біз осы орыннан. Оғанға дейін біз шеткі өрім сияқты ілмектерден осылай біріктіру әдісі арқылы осы орынға жетіп аламыз, мінекей. Бұл жерде де біріктіру әдісі, міне. Енді осы жерден келесі қатарды бастауымыз үшін біз әдеттегідей 3 ілмекті көтереміз. Бұл бізде бір баған есебінде саналады. Енді осы арадан қалған бір орамды екі бағанды тоқимыз. Қыздар, кешірім өтінемін. Қазір терезе ашық тұрғандықтан артық дыбыстар шығып жатса, айып етпеңіздер. Мінекей. Екінші бір орамды баған. Үшінші бір орамды баған, мінекей тоқылды. Енді осы жерден бір ілмек көтеріп аламыз. Қазір мен терезені жауып келейін, қыздар. Жалғастырамыз, қыздар. Келесі мінекей бір ілмек. Енді сызба бойынша әрбір осы бір ілмекті алдыңғы қатарда қалдырып отырдық қой. Осы жерден бір орамды бағаннан 3-3-тен тоқып отырамыз, қыздар. Арасында бір ілмек көтеріп отырамыз. Өте оңай. Осы қатарды да соңына дейін жалғастырамыз. Біреу, екінші бір орамды баған, үшінші бір орамды бағанымыз мінекей тоқылды. Өте жылдам, тез, оңай, қарапайым. Бір ілмек көтереміз. Келесі бір орам, бірінші баған, бір орам, екінші баған, бір орам,
3-ші баған мінекей тоқылып болды. Бір ілмек сызбадағыдай ұмытпаймыз. Жалғастырамыз осылай қыздар. Мінекей қыздар, бірінші, екінші, үшінші қатарымыздың мінекей соңғы бөлігіне келдік тоқитын. Осы жерден бір орамды 3 бағанымыз тоқылады мінекей. Екінші бағанымыз бір орамды, үшінші бағанымыз бір орамды. Соңынан тағы да сызба бойынша бір ілмек көтеріледі. Енді осы жерде қатарымызды біріктіреміз. Алдыңғыда көрсеткенімдей үшінші ілмектен жібімізді өткізіп, соңғы ілмекпен осылай бекітеміз. Көрдіңіздер ма? Дөптен бөлек болып әдемі қатар бірікті. Енді біз келесі бірінші, екінші, төртінші қатар тоқу үшін бұл жерде 3 бір орамды баған тоқылса, енді әрбір бір ілмек қалдырған жерден бір орамды бағаннан 4-еу тоқимыз қыздар. Тура осы әдіс қайталанады, тек қана баған 4-еу болып тоқылады. Енді біз келесі мына бір ілмек қалып тұрған орыннан қатарды бастауымыз керек. Оғанға дейін алдыңғы көрсеткен әдісім бойынша мына жердегі шеткі ілмектерден біріктіру әдісі бойынша, мінекей, біріктіру әдісі деп айтамыз бұны. Бір ілмек қалдырған жерге осылай жетіп аламыз. Бұл жерде де біріктіру әдісі. Енді 3 ілмек көтереміз. 1, 2, 3. Бұл бізде бір баған есебінде айтып өткендей. Бір орамды 4 баған тоқу керек болғандықтан, енді бұл жерде 3-еуі қалды. Тоқимыз. Бір орам. Мінекей, 2 баған болды. 3-ші бағанымыз. 4-ші бағанымыз. Мінекей. Арасында бір ілмек қалдырамыз, ұмытпаймыз. Тағы да бір орамды бағаннан 4-еу тоқимыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-ші бағанымыз. Бір орамды. Мінекей тоқылды қыздар. Бір ілмек соңынан міндетті түрде ұмытпаймыз қыздар. Сызбаға да қарап отырамыз. Сіздерге сызбаны оқып үйренсін деген ойменен осы сызбаны шетіне қойып қойдым. 2-еу, 3-еу, 4-еу, мінекей. Бір ілмек соңынан осылай осы қатарды, 4-ші қатарды осылай айландырып соңына дейін тоқып шығасыздар қыздар. Мінекей қыздар, біз осы 4-ші қатардың соңғы бағандарын тоқуға жеттік. Мінекей, 1-ші баған бір орамды, 2-ші баған, 3-ші бағанымыз, 4-ші бір орамды бағанымыз. Мінекей, соңынан бір ілмек міндетті түрде ұмытпаймыз. Енді осы қатарымызды біріктіреміз. Алдыңғы көрсеткенімдей 1-ші, 2-ші, 3-ші ілмегімізден жіпті өткіземіз өзімізге қарай. Келесі соңғы ілмекпен біріктіреміз. Мінекей, қатарды айландырып тоқып шықтық, бірікті, өте әдемі. Келесі біз 5-ші қатарда мына жерде 2 бір орамды баған тоқыдық қой. Тура солай тоқимыз, бірақ та мына жерде 4 баған тұр ғой, осының тура ортасынан 2 баған тоқимыз. Сызбада да көрініп тұр сіздерге. Және әрбір тоқылған бір орамды 2 бағанның арасына міндетті түрде тағы да бір ілмектен қалдырып отырамыз. Енді біз мына жердегі орыннан жаңа қатарды тоқып бастауымыз қажет. Ол үшін біз мына жердегі шеткі ілмектерден біріктіру әдісі бойынша сол шеткі қатарды бастайтын орынға жетіп аламыз. Ол үшін мінекей, жібімізді өткіземіз, ілмекпен біріктіреміз. Келесі шеткі орыннан өтеміз, ілмектен өткіземіз. Мінекей, біріктіру әдісі бойынша мына орынға жеттік. Мінекей, осы жерден біз келесі 5-ші қатарымызды бастаймыз. 3 ілмек көтереміз. 1, 2, 3. Бұл бізде бір баған болып саналады. Осы орыннан
тағы да бір орамды бір баған тоқимыз. Сонда бізде 2 баған есебінде мінекей тоқылды. Келесі алдыңғы қатарда тоқылған мінекей 4 баған тұр. Осының тура ортасынан біз тағы да 2 баған тоқу керек біз бір орамда. Мінекей ол былай болады, сызбада көрініп тұр. Мен іс жүзінде сіздерге көрсетейін. Мінекей бір орам тура ортасынан, мінекей тура ортасы бір баған тоқылды. Тағы да бір орам, осы орыннан екінші бағанымызды тоқыдық мінекей. Түсінікті ғой, иә? Енді соңынан бір ілмек. Мына жерден де тура солай бір орамды 2 баған тоқимыз. Мінекей тоқылды. Бір ілмек. Келесі тағы да 4 бағанның тура ортасынан 2 баған тоқимыз осылайынан бір орамды. Түсінікті ғой, иә қыздар? Сіздерге түсінікті жеткізіп жатырмын деп ойлаймын. Бір ілмек міндетті түрде арасынан 2 баған сайын бір ілмекті көтеріп отырамыз. Оны ұмытпаймыз. Мінекей тағы қайталаймыз. Алдыңғы тоқылған 4 бағанның тура ортасынан бір орамды 2 баған тоқимыз. Бір ілмек көтереміз. Келесі сызба бойынша осылай жалғастырып, осы 5-ші қатарды аяқтаймыз қыздар. Мінекей қыздар, 5-ші қатардың мінекей соңғы бағандарын тоқимыз. Мына жерде 4 бағанның ортасынан 2 баған тоқылады мінекей. Соңынан міндетті түрде бір ілмек көтеріледі. Енді осы 5-ші қатарымызды біріктіреміз. Біріктіру әдісі тура 3-ші ілмекке жібімізді өткіземіз. Соңғы ілмектен де өткіземіз. Мінекей 5-ші қатарымыз бірікті. Енді мына жерде біз 2 баған тоққаннан кейін 3 баған тоқыдық, одан 4 баған тоқыдық. Тура осы әдіс қайталанады қыздар. Енді мінекей мен дайын майлықтан сіздерге көрсетейін. Мінекей қараңыздар. 1, 2, 3, 4. Мінекей біз 5-ші қатар осы жерде тоқыдық. Енді қараңыздар, ары қарай қайталанады. 3 баған тоқылған, 1, 2, 3. Одан кейін 4 баған тоқылған. Мінекей 1, 2, 3, 4. Одан кейін қайтадан мінекей 2 бағаннан тоқылып тұр. Одан кейін барып майлықтың шеті әдемі болып, мінекей ирек болып тоқылады, өзгешелеу. Ол жерді мен қосылып сіздерге көрсететін боламын. Сызбада көрсетілген бойынша тоқып. Оғанға дейін қыздар енді оңай ғой, өз еркімізбен жалғастырып тоқи аласыздар деп ойлаймын. 3, 4, одан қайтадан осылай 4 бағанның ортасынан бөліп осылай сызба бойынша тоқисыздар. Одан қайтадан қосыламыз. Неке қыздар, айтқанымдай 2, 3, 4-ші баған, одан кейін қайтадан 2 бағаннан қайталап тоқып біттім. Неке соңғы тоқулар қалды мына жерде. 2 бір орамды баған тоқылады. 1 ілмек. Одан кейін мына жерде 4 бағанның тура ортасынан бір орамды 2 баған тоқимыз. Соңынан міндетті түрде қатарды аяқтағанда бір ілмектен көтереміз. Енді 8-ші қатарымызды біріктіреміз. 3-ші ілмектен жібімізді өткіземіз, соңғы ілмектен де өткіземіз. Мінекей қыздар, қарасаңыздар, қатар бізде аяқталды. Енді 9-ші қатарды осы жерден тоқып бастаймыз. Ол үшін орамсыз бір баған тоқимыз. Мінекей орамсыз бір баған тоқылды. Енді сызбадан көріп тұрғандарыңыздай 4 ілмек көтереміз. 1, 2, 3, 4. Келесі мына жерде бір ілмек қалған жерден орамсыз бір баған тоқимыз. Келесі қайтадан 4 ілмек көтереміз. 1, 2, 3, 4. Мына жерден орамсыз
бір баған тоқимыз. Қайтадан қайталаймыз. 1, 2, 3, 4 ілмек. Мына жердегі қалған әрбір бір ілмектен қалдырып отырдық қой осы жерге. Орамсыз бір баған мінекей тоқылады. Осы қатарды соңына дейін осылай жалғастырып тоқып шығамыз. Мінекей қыздар, біз 9-шы қатардың мінекей шетінен әдемілеп 4 ілмекті көтеріп, арасында орамсыз бағандармен мінекей біріктіріп шықтық. Мінекей енді қатардың соңына келдік. Мына жерде біреуді, мына жерде орамсыз бір баған тоқимыз мінекей. Одан кейін тағы да соңғы 4 ілмек. 1, 2, 3, 4. Мына жерде мінекей бастағанбыз осы жерге біз біріктіреміз. Мінекей қатарымыз бірікті. Енді біз ары қарай сызба бойынша 10-шы қатарды тоқимыз қыздар. 10-шы қатарды тоқыған кезде мына жердегі көтеріп алған 4 ілмектің біреуіне біз бір орамды 5 баған тоқимыз да, біреуіне орамсыз бір баған тоқимыз. Сызбада да тура солай көрсетіліп тұр. Ал енді іс жүзінде ол былай болады қыздар. Мына жердегі біз осы 4 ілмектің біреуінен тоқуымыз үшін ортасына қарай жетіп алайық. Бекіту әдісіміз бойынша, бұл жерде енді тығыздау тоқылғандықтан камера алдында және ыңғайсыздау болып тұр. Жай тоқып отырсам өте ыңғайлы болар еді. Мінекей қыздар, шеткі ілмектерден ортасына қарай жетіп аламыз. Біріктіру әдісі бойынша жетеміз. Мінекей тура осы ортасынан орамсыз бір баған тоқыдық. Енді келесі 4 ілмекке біз бір орамды 5 баған тоқимыз. Мінекей орам мен ілмек, келесі 2 ілмек. Мінекей бір баған тоқылды. Санап отырып тоқимыз. Бір орамды, екінші баған, бір орамды, үшінші баған мінекей, бір орамды, төртінші баған, бір орамды, соңғы мінекей 5-ші баған тоқылды. Келесі 4 ілмекке біз орамсыз бір баған тоқимыз. Ол қалай болады? Мінекей орам жоқ, орамсыз бір баған. Тек өзі ғана осылай тоқылады. Түсінікті ғой, мінекей әдемі болып тоқылды. Тура осы әдіспен қайталай береміз. Кезекпен кезек. Бір орамды баған 5, орамсыз бір баған. Бір орамды баған 5, орамсыз бір баған. Кезек-кезек алмастырып осылай тоқимыз. Өте түсінікті көрсеттім деп ойлаймын. Бір орамды, бірінші баған, бір орамды, екінші баған, бір орамды, үшінші баған, бір орамды, төртінші баған, бір орамды, бесінші баған қыздар. Келесі 4 ілмегімізге орамсыз бір баған. Түсінікті ғой, осылай жалғастырамыз. Осы 10-шы қатарымызды айландырып, соңына дейін осы көрсеткенімдей тоқып шығамыз. Шатаспаймыз қыздар. Мінекей қыздар, 10-шы қатарға мінекей жақындап қалдық. Біз мына жерде тура ортасына мінекей орамсыз бір баған тоққанбыз. Енді мына жерде мінекей орамсыз бір баған тоқылып тұр. Енді мына жерге біз бір орамды 5 баған тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, мінекей. Енді мына жерде біз бекітеміз. Мінекей біріктіріп алдық, 10-шы қатар аяқталды. Енді 11-ші қатарда қыздар, сызбада қарап салыстырып отырсаңыздар, барлығы түсінікті болады сіздерге. 5 ілмек мына жердегі орамсыз баған тоқылады солайынан. Қайтадан 5 ілмек орамсыз баған, 5 ілмек орамсыз баған, солай жалғастырамыз. 5 ілмек көтереміз осы жерден. 1, 2, 3, 4, 5.
Мына жерде мінекей қарасаңыздар орамсыз баған тоқылды ғой. Осы сол қалпында тоқылады. Мінекей орамсыз баған. Қайтадан 5 ілмек. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жердегі ортасындағы орамсыз баған тура сол қалпында тоқылады. Жалғастырамыз қайтадан 5 ілмек. 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей арасындағы мына жердегі орамсыз баған сол қалпында тағы да тоқылады. Осылай 11-ші қатарды айландырып тоқып шығамыз. Жалғастырып өз еркімізбен, өте оңай. Мінекей қыздар, 11-ші қатарды мінекей тоқып шықтым. Әрбір 5 ілмектен көтерілді және бір орамсыз бағаннан тоқылып отырды мінекей. Шетінде әрбір осылай айландырып тоқып шықтық. Мына жерде қатар мінекей аяқталады. Бастаған 11-ші қатардың басталған жеріне келдік. Мінекей 5 ілмек соңғы. Енді бұл жерде біз 3 орамсыз баған тоқимыз қыздар мінекей. Алдыңғы орамсыз бір баған тоқылды ғой, сол жерден 3 орамсыз баған тоқыдық мінекей. Енді мына жердегі 5 ілмектен тура сызбада да көрсетілген ең соңғы 12-ші қатарды қарасаңыздар, сызбада көрсетіліп тұр, бір орамды 7 баған тоқылған. Тоқып бастаймыз. Бір орам, бірінші баған, бір орам, екінші баған, бір орам, үшінші баған, бір орам, төртінші баған, бір орам, бесінші баған, бір орам, алтыншы баған, бір орам, мінекей соңғы 7-ші баған. Енді сызбада қарасаңыздар, мына жердегі орамсыз бір бағаннан 3 орамсыз баған тоқылып тұр. Бізде тура солай қайталаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, орамсыз бір баған, тура сол бір орыннан тоқимыз үшеуінде. Орамсыз екінші баған, орамсыз үшінші баған. Мінекей қыздар, осылай қайталап тоқимыз. Енді осы әдіс тура қайталанады. Мына жердегі 5 ілмекке бір орамды 7 баған тоқылады. Арасындағы орамсыз бір бағанға орамсыз 3 баған тоқылады. Түсінікті ғой, иә? Қайталаймыз. Осы соңғы қатар, 12-ші қатарды осы көрсеткен әдісім бойынша тоқып шығамыз. Бір орамды бір баған, бір орамды екінші баған, бір орамды үшінші баған, бір орамды төртінші баған, бір орамды бесінші баған, бір орамды алтыншы баған, бір орамды жетінші баған. Мінекей сызба бойынша тоқылды. Келесі, мына жердегі орамсыз бір бағаннан біз орамсыз 3 баған тоқимыз. Біреуі тоқылды, екіншісі тоқылды, үшіншісі де тоқылды. Осылай әдемі боп, майлықтың шеті ерек-ерек өрнек болып шығады қыздар. Осылай соңына дейін қайталап айландырып тоқимыз. Қыздар, соңғы қатарымыздың алғашқы бастаған жеріне келіп қалдық. Мына жерде мінекей орамсыз бағаннан үшеу тоқылады бір орыннан. Енді мына жердегі 5 ілмек көтеріп алғанбыз. Осы жерден бір орамды 7 баған тоқылады. Біреу, екеу,
үшеу, төртеу, бесеу, алтау, соңғы жетіншісі. Енді біз осы жерде бекітеміз қатарымызды. Алғашқы орнымызға осылай бекітеміз. Жібімізді тартып, қайшымызбен қиып тастаймыз. Артық жібімізді аламыз. Мінекей, енді осы жердегі жіпті астарына қарай өткіземіз. Білдіртпей, мінекей, мынандай араларына әдемілеп артық жібімізді жасырып бүлдіртпей тастаймыз. Сонымен мінекей, әп-әдемі дөңгелек шетінде ирек-ирек өрнектерімен біркелкі дастарханды дайындағанда қазіргі кезде қыздар әсемдеп, көркемдеп дастарханды жайғанды жақсы көреді, өзінің отбасында да осындай әдемі майлықтармен ыдыстардың астына қойып дастарханды әсем қылып дайындауға болады. Мінекей, өте әдемі орындалды. Қыздар, содан сіздерге тағы бір айта кететін нәрсе, егерде сіз көлемін үлкенірек осындай әдемі майлықты тоқығыңыз келсе, онда сіздер естеріңізде болса, біз тоқыған кезде мінекей 1, 2, 3, 4-ші, одан 5-ші қатардан кейін біз қайталадық, тура осылай тағы да қайталап, мінекей, одан барып 2 бағаннан тоқылды ғой, одан барып біз әдемдеп шетін өрнектей бастадық. Осығанға дейін тағы да қайталауыңызға болады. Көлемін үлкейткіңіз келсе, мына жерде 3 баған тоқып, 4 баған тоқып, одан қайтадан 4 бағаннан кейін осылай 2 бағаннан тоқып барып, көлем үлкейеді ғой, тағы да шетіне қарай жылжып, одан барып осы ирек өрнектерді тоқсаңыз болады. Онда сіздің майлықтың көлемі шетіне қарай үлкейеді. Керісінше кішірек қылғыңыз келсе, онда мына жердегі мінекей 4-ші бағаннан кейін 2 тоқылды ғой, міне 2 бағаннан. Осыдан кейін бірден шетіндегі иректерді әдемілеп тоқи берсеңіз болады. Онда көлемі кішірек болып әдемі майлық сізде дайын болатын болады. Мінекей, сіздерге қосымша айта кететін ақпаратым осы. Менімен бірге тоқыған ұнаса, осындай сіздерден де нәтиже шыққан болса, пайдалы шеберлік сабақ болса, міндетті түрде лүпіл басыңыз, өзіңіздің пікіріңізді қалдырыңыз. Ал кейбір жағдайда қыздар болып жатады, ондай жағдайда көңілдеріңіз түспесін. Мені түсінбей, осы түсірген шеберлік сабақтарым ұнамай, сіз осындай әдемі менімен бірге нәтиже шығара алмай жатсаңыз, онда тұрған ештеңе жоқ, қыздар. Ондай жағдайда мен сіздің бірге тоқитын адамыңыз емеспін деген сөз. Осыны қабылдап, ары қарай басқа да қыздардың шеберлік сабақтарын қарауыңызға кеңес беремін. Енді менімен бірге тоқып жататын қыздарға сіздерге алғысым шексіз. Тоқып болғаннан кейін міндетті түрде менің Instagram парақшамды да, WhatsApp'ымды да сіздерге міндетті түрде қалдырып жүремін осы шеберлік сабақ бейнежазбаларымда. Сондықтан кері байланыс жасап, жұмыс нәтижелеріңізді жіберіп жүрсеңіздер, мен өте қуанышты боламын, қыздар. Бүгінше мінекей сіздердің көпшілік қыздар осындай әдемі майлықтарды және ыстық ыдыстардың астына қоятын төсеніштерді тоқылуын оңай түрлері болса көрсетіңізші деп сұрайды. Сол сұраныс бойынша осы майлықты бүгін сіздерге түсіріп отырмын, қыздар. Кәделеріңізге жарасын. Әрбір тоқитын қыздарға сәттілік тілеймін. Әдемі осындай нәтиже сіздерде де шықсын. Әрбір шаңырақта бақыт туы желбіресін. Келесі шеберлік сабақтарда қосылғанша сау саламатта болыңыздар.